Сәлем достар. Қазір менің үлкен арманым орындалайын деп тұр. Кішкентай кезде көптеген балалар сияқты мен де әнші болсам, актриса болсам, осы Жүргенов өнер академиясына түсем деген армандайтынмын. Бірақ одан кейін басқа мамандыққа түсіп кеттік. Бірақ бүгін көптеген жұлдыздар, көптеген өнер адамдары түлеп ұшқан Жүргенов өнер академиясына обзор жасауға мүмкіндік туып тұр. Ерке Есмахан, Төреғали Төреәлі, Ақан Сатаев, өнер қырандары деген секілді, Асылхан Төлепов деген секілді мықты тұлғалар осы жерден тәмамдап шыққан, осы жерде білім алып шыққан. Енді бүгін осындай өнер мамандықтары қалай оқытады екен, жалпы ол мамандықтарға қалай түсуге болады екен деген секілді тақырыптарды қозғайтын боламыз. Жалпы Жүргенов өнер академиясына обзор жасайтын боламыз. Кеттік! Достар, қазір біз тұрған жер жалпы кино өнерінің тарихы мен теориясы, театр өнерінің тарихы мен теориясы факультетіндегі жалпы актерлық шеберлік мамандығын және де осы пәнді оқытатын кабинеттеміз. Біздің жалпы көптеген танымал актерларымыз, ол тек қана жалпы теледидардан көрген болсын, ол театрдан көрген болсын, осы кісілердің барлығы осы кабинеттен шыққан, осы жерде экзамен тапсырған, осы жерде сабақ алған, дәріс алған. Және де көріп тұрсаңыздар, декорацияны айтып кетейін. Бір рөлге ену үшін де мына жерде көптеген декорациялар бар. Яғни осы декорациялар арқылы да актер өзінің өнерін көрсету керек. Және де біз мына жерде примерочный тұр. Сіз өзіңіздің егер де осы пәнді, осы мамандықты оқитын болсаңыздар, примерочный кіріп, киіміңізді ауыстырып, осы жерде дәріс алатын боласыздар. Негізі қазіргі таңдағы жалпы Қазақстанда еңбек сіңірген Асанәлі Әшімов деген секілді көптеген мықты тұлғалар осы жерде дәріс береді, осы жерде сабақ береді. Осындай мықты тұлғалардан сіздер дәріс алатын боласыздар. Кішігірім осы кабинетке обзор. Операторлардың жалпы оқитын кабинетіне келдік. Енді оператордың міндеті, негізі білесіздер, белгілі бір съемканы түсіру, камераны ұстап, ары қарай қалай свет болып тұр, қалай сөйлеп тұр деген секілді барлығын қарастыратын маман иесі. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы бар. Зеленка болсын, свет болсын, освещение болсын, мына жақта барлық камералар болсын, қосымша еще журналистер болса, мына жерде түсірілім түсіргісі келсе студияда жасап қойыпты, өздеріңізге қарап ыңғайластырып, мына жерде отырып, сәлем достар, сіздермен бірге мамандық таңдау мектебі деп түсіріп, ары қарай жасай беруге болады. Одан бөлек ар жақта звукозапись кабинеті, одан бөлек монтаж жасайтын кабинеттер бар екен, оны да көре салайық. Сәлеметсіз бе Әйгерім ханым. Енді бізде жиі түлектердің қоятын сұрақтары, жалпы әрбір университетте қандай мамандықтар оқытады. Енді осы Жүргенов өнер академиясында қандай мамандықтар оқытады және сол мамандықтар туралы кішігірім түсініктеме беріп кетсеңіз. Енді Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының бізде негізі 6 факультет және 1 кафедра қабылдайды. Солардың енді әрқайсысына бөлек-бөлек тоқтап өтетін болсақ, мысалы кескіндеме, мүсін және дизайн факультеті бар. Бұл факультеттің ішінде бізде кескіндеме, мүсін, графика, дизайн және сәндік өнер мамандықтар бар. Мысалы кескіндеме мамандығының өзі бізде станоктық кескіндеме және монументалды кескіндеме болып бөлінеді. Графика мамандығы біз енді бұл жылы кітап графикасы мамандығына қабылдайды, ал сәндік өнер өзі уже ішінде көркем тоқыма, одан кейін зергерлік іс, көркем қыш және металл көркем деп өңдеу мамандықтары бойынша қабылдайды. Дизайн да сол сияқты бірнеше салаға бөлінеді. Ол графикалық дизайн, сәулеттік дизайн, өндірістік дизайн, графикалық дизайн. Және бізде сән және дизайн костюм мамандықтары бар.
түсінікті. Осының бәрі осы жаңа кескіндеме мүсін дизайн факультетінің ішіне кіреді. Бұл факультетке түсетін студенттер жалпы 2 шығармашылық емтихан тапсырады. Бірінші шығармашылық емтихан ол кескіндеме және сурет. Екеуі 2 күн тапсырылады, екеуіне бірақ 1 баға қойылады, максимум 40 балл қойылады. Екінші шығармашылық емтихан композиция. Композиция тоже жалпылама, әр мамандық бойынша өзінің бір спецификасын ашатын композиция орындайды. Кескіндеме мен суреттен, мысалы, кейбір мамандықтарда портрет салынады, адамның толық тұлғасы бейнеленген фигура көрсетіледі, ал дизайн мамандығында уже натюрморт, сондай тақырыптар қойылады. Сонда шығармашылықта осындай тақырыптар беріледі көбіне, бізде? Рисунок, живопись, осындай емтихан. Түсінікті. Бірақ жалпы академияға түсу үшін бұл тек шығармашылық емтихан емес, енді өздеріңіз білесіз, міндетті түрде ЕНТ-ны да тапсырады. Ұлттық бірыңғай тестілеуде олар шығармашылық вуз болғаннан кейін бізге Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығынан емтихан тапсырып келеді. Сонда осы 2 балл ескеріледі, қосымша 2 шығармашылық ескеріледі. Сонда общий қателеспесем 120 балл болды. Ол енді ең жоғары көрсеткіш 120. Жалпы алғанда сол 65 балдан кейін болмау керек. Ал бюджеттік орынға ол грант баян бюджет деген. Иә. Оған түсу үшін бізде әр мамандыққа белгілі мөлшерде орындар бөлінеді. Сол орынға таласқан талапкерлердің ішінен ең жоғарғы баллы бар абитуриент түседі. Мысалы, 6 орын берілетін болса, бұл орынға 20-30 адамды таласу мүмкін. Сондықтан ең жоғарғы баллы бар. Негізі орташа есеппен, енді әр мамандықта әртүрлі, бірақ көбіне грант қатысу үшін бір 116-дан жоғары сондай болады ма негізі? Әр мамандықта әртүрлі. Әр мамандық әртүрлі. Жалпы 100-ның ар жақ бер жағында болады. Түсінікті. Екінші мамандық бізде? Екінші факультет? Екінші факультет музыкалық өнер факультетін айтып өтсек болады. Онда эстрада өнері, эстрада өнерінің өзі бізде эстрада вокалисі және артист эстрадного оркестра. Осы мамандықтар бойынша және де дәстүрлі музыка өнерінде халық әні және халық аспаптары бойынша қабылданады. Мұнда да 2 шығармашылық емтихан тапсырады. Біріншісі орындаушылық өнер, ал екіншісі музыка теориясы бойынша емтихан тапсырады. Сонда орындаушылық өнер біз өзіміз дайындалып келеміз ба? Иә, мысалы, эстрада вокалисіне тапсыратын болсаңыздар, сіз 3-4 ән дайындап келесіздер. Сол сияқты халық әніне де өздеріңіздің жаңағы дайындаған нөміріңізді орындап бересіздер, соған қарай бағалайды. Екінші шығармашылық ол сольфеджио деген секілді пәндер. Теория музыкасы бойынша, иә, гармония, сольфеджио, теория музыкасы пәндері бойынша. Келесі факультет енді бізде театр өнер факультеті, ол жерде сценография мамандығы және актерлік өнер мамандықтар бойынша қабылдайды. Актерлік өнердің өзі бізде драма театр және кино әртісі мамандығына қабылдайды. Мысалы, бізде осы 20-21 оқу жылына неміс тобы және қазақ тобы қабылданды. Сол сияқты музыкалық театр әртісі мамандығы бар. Ол да жылда топтары әр тілде қабылдап отырады. Мысалы, осы жыл бізде ұйғыр тобы мен қазақ тобы бар. Сценография мамандығында бізде осы жылы мультимедиялық сценография қабылданды және сахналық костюм мамандығына қабылданды. Бұл сахналық костюм мен мультимедиялық сценографияның шығармашылық емтихандары, жаңа біз кескіндеме мүсін дизайн факультетінің емтихандарын атап өттік. Сол сияқты бірінші шығармашылық емтиханнан сурет пен кескіндемеден тапсырады, екінші шығармашылық емтиханы композиция. Ал актерлік өнер білім беру бағдарламасына түсетін талапкерлер де 2 шығармашылық емтихан тапсырады. Біріншісі актерлік өнер мен сахна тілі, ал екінші шығармашылық емтихан би және вокал. Түсінікті. Сонда осы факультеттер бітті ғой, или тағы да бізде факультеттер бар? Жоқ, тағы да факультеттеріміз бар. Келесі факультет өнертану факультеті. Өнертану факультетінде бізде өнертану, кинотану, кинотеледраматургия және театртану мамандықтар бар. Өнертану факультетіне түсетін талапкерлерде 2 шығармашылық емтихан тапсырады. Бірінші шығармашылық емтихан ол жазбаша. Өздерінің таңдаған мамандықтарына байланысты оларға эссе тақырыптар береді. Белгілі уақытта сол эссені жазып тапсырып береді, ал екінші шығармашылық емтихан ол уже ауызша өтеді, билетпен. Билетте белгілі мөлшер 3 сұрақ болады, сол сұрақтарына жауап беріп мүмкін. Комиссия мүшесінің қосымша сұрақтары да болуы мүмкін. Ал мысалы ол билеттегі сұрақтарды алдын ала береді ма негізі? Сайтта бар, бізде сайтта бар. Сайттан қарап, сол жалпы бұл мамандықтар туралы, бұл қалай болатын шығармашылық туралы негізі қандай документтер тапсыру керектен сайтта да бар. Біз сайтын қалдырып кетеміз, сол жерлерге сіздер қарап көріңіздер. Міндетті түрде барлығы жазылған.
және бірақ бұл мен айтып отқан ақпараттың бәрі мына осы 2020-21 оқу жылына қабылданған қазіргі оқып жатқан студенттерге негізі арналған ақпарат, то есть талапкерлерге кезінде. Келесі жылға бұл ақпарат өзгеріс енуі мүмкін, иә. Ендігі сұрақ, мысалға деймін да, қазір онлайн болған соң, осы жылы қателеспесем, кейбір емтихандар онлайнда болған, иә? Бізде барлық емтихан онлайн қабылданды, Zoom бағдарламасы арқылы қабылданды. Абитуриенттерге де алдын ала негіз консультация жүргізілді. Мысалы, емтиханға қалай кіру керек, билеттерді қалай таңдау керек, ол жайында ақпарат жүргізілді. Келесі бізде факультет, ол кино және теледидар факультеті. Бұл факультетте бізде операторлық өнер, арт-менеджмент, режиссура мамандықтар бойынша қабылдайды, және аудио өндіріс, ол бұрынғы звукорежиссура. Барлығында да негізі екі шығармашылық. Режиссураға түсетіндер бірінші жазбаша емтихан тапсырады, екіншісі ауызша коллоквиум. Бұл жерде режиссураның өзі бізде мысалы осы жыл біз 4 бағыт бойынша қабылдады. Документалды фильм режиссурасы, көркем фильм режиссурасы, теледидар режиссурасы бар, және анимация режиссурасы мамандықтар бар. Мұнда жалпы екі емтихан тапсырады. Біріншісі жазбаша эссе, екіншісі коллоквиум. Сонда ол екіншісі ол қалай өтеді? Мысалы, коллоквиум ол как собеседование ретінде сұрақтар, ауызша сұрақтар қойылады, соған жауап беру керек болады. Ал анимация бойынша мұнда олар тағы да қосымша емтихан тапсырады, ол композицияға ұқсас пән, өздері тапсырма береді, соған орындап береді. Сол сияқты операторлық өнерден де арт-менеджментке түсетіндер және аудио өндіріске түсетіндер де екі шығармашылық емтихан тапсырады, жазбаша және ауызша. Енді арт-менеджменттен олар өздерінің проектілерін дайындап келу керек. Негізі бұл жайында толық ақпарат сайтта көрсетілген, екі тілде бар. Окей, түсінікті. Келесі факультетіміз бұл хореография факультеті. Бұл факультетте балетмейстерлік өнер, педагогика хореографиясы және педагогика спортивного бального танца, педагогика современной хореографии бойынша қабылдайды. Бұл жерде екі шығармашылық емтихан тапсырады. Бағана атап өткендей 6 факультет бір кафедрадан, бізде жаңадан ашылған медиа журналистика мамандығы бар. Медиа журналистика мамандығы бізде компьютерлік технологиялар кафедрасымен қабылданады. Бұл жерде екі шығармашылық емтихан, жазбаша және ауызша. Түсінікті. Ендігі осыған қатысты соңғы сұрақ, мысалға біз енді тапсырғаннан кейін бірден университетке немесе бірден сіздерге хабарласу керекпіз ба? Әлде ол бөлек өтеді ма? Мен қателеспесем, бірден хабарласу керек, өйткені сіздерде қабылдау комиссиясы сәл ертерек болады ма сондай? Енді ентінің өзінің уақыттары мысалы июнь кезінде өтеді. Бізде де осы уақытта қабылдау комиссиясы шығармашылық емтихан тапсыру үшін өтініштерді ерте бастайды. 20 июньнен бастап 7 июльге дейінгі аралықта. Өйткені 8 күні бізде шығармашылық емтихан басталып кетеді. Мен бұл ақпарат бәрімен осы жылдағы ақпарат бойынша айтып отырмын, тағы да қайталап өтейін. Келесі жыл мүмкін өзгерістер де болып қалуы мүмкін, кім біледі. Түсінгендеріңізде, достар, сіздер егер де осы шығармашылық мамандықтарға қарай өздеріңізді қабылдап отырсаңыздар, өздеріңіз соны таңдап отырсаңыздар, енді тапсырғаннан кейін, яғни қазақ тілі, яғни оқу сауаттылығы мен тарихының балын алып, тез арада университетке қабылдау комиссиясына хабарласып, қай уақыт аралығында документ қабылдайтынын біліп алу керек болады. Өйткені шығармашылық емтихандар енді біткеннен кейін 1-2 күннен кейін сразу басталып кетеді. Ал егер де сіздер асықпай, ентінің нәтижесін күтіп деп жүрсеңіздер, экзаменнен қалып қоюларыңыз мүмкін. Ондайлар да болады, кеш хабарласып жатқандар да өкінішке орай. Көбісі басқа вуздардағыдай мысалы уже шығармашылық емтихан өтіп кеткеннен кейін хабарласып жатқандар да болады. Сондықтан негізі бізде сайттағы ақпарат уже наурыз, сәуір айларында жаңартылады деп ойлаймын. Сол уақытта мысалы мамандықтар анық, қандай мамандықтар бойынша қабылдау жүреді, оларға қандай талаптар қойылады, бәрі сол сайтта уже болу керек. Окей, түсіндік, рахмет. Сіздерге рахмет. Достар, енді соңғы сұрақтардың бірі студенттік өмір жөнінде айта кетейік. Негізі
бұл университеттің, бұл академияның жалпы студенттік өмірі өте қызықты және де насыщенный өтеді десек те болады. Не себепті? Өйткені әрине барлық мамандықтар өнер мамандықтар болғандықтан жаныңдағы достарың, жаныңдағы группастастарың барлығы өнерлі жандар, және де үнемі әртүрлі концерттер, үнемі жаңадан бір нәрсе ұйымдастырып отыру, және де жарыстар деген секілді жиі өтіп жатады. Қазір енді карантинге байланысты көп нәрсені бізде көрсете алмадық, көп нәрсені студенттерді де көп көрсете алмадық, бірақ карантин біткеннен кейін де бұл жер қайтадан студенттер келіп, улап-шулап жалпы студенттер офлайн форматында қайтып оқитын болады. Қазіргі таңда енді онлайн оқып жатыр. Енді тағы да бір айтатыным, бұл университеттің үлкен плюстарының бірі, егер де сен режиссер мамандығына түссе, саған операторда табу оңай, саған актерді де табу оңай, саған сценаристерді де табу оңай. Бұның барлығы өйткені университеттің ішінде достарың барлығы осы мамандықтарға оқитын болғандықтан, сен жалпы нетворкинг осы жерден бастап дамиды да. Сол үшін группаластарың осындай мамандықта оқығандықтан оңай барлығын тез және де сапалы жасап тастауға болады. Сонымен бұл университеттің студенттік өмірі енді қызықты екеніне, қызықты болатынында сіздер де прям түсініп тұрсыздар деп ойлаймын. Сіздер де осы академияның, өнер академиясының атмосферасын сезіндіңіздер деп ойлаймын. Сонымен достар, сіздерге қаншалықты Жүргенов академиясының жалпы обзоры ұнаса, соншалықты міндетті түрде комментарийға от белгісін жазып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де келесіде қандай университетке обзор жасайтыныңызды сіздер шешіңіздер.